Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ағылшын тілі мұғалімдеріне арналған 5 сайт түрімен таныстыратын боламын. Қазіргі ақпараттық технологиялар заманында мұғалімдерге талаптар күшеюде. Талапқа сай мұғалім бола білу үшін біз қолымыздағы оқулықтармен қатар әртүрлі оқыту техникаларын, көрнекіліктер және worksheetтерді де қолдана білуіміз қажет болып отыр. Бүгінгі видеода worksheetтерді, әртүрлі активитилерді, тапсырмаларды табуға болатын 5 сайт түрімен сіздерді таныстыратын боламын. Бірінші сайтымыз ол wrongchunk деп аталады. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай wrongchunk.com деген сілтеме бойынша кіресіз. Бұл сайтта 2,5 мыңға жуық аудио және 3 мыңға жуық қысқа әңгімелер мен worksheetтерді табуыңызға болады. Тіпті бұл жерде балабақшадағы балаларға арналғанда өте оңай тапсырмалар бар. Солардың барлығын осы жерден табуыңызға болады. Мына жерден жаңадан бастап жатқан оқушыларға, балабақшадағы 1-ші сынып оқушыларына арналған өте оңай тапсырмаларды табуыңызға болады. Қазір осының ішінде біреусін көретін болсақ, некена бір тапсырманы көретін болсақ, бұл өте оңай балаларға арналған. Бұл жерде тыңдалым және мәтін берілген. Ал мына бір тапсырмада балалардың оқу деңгейін жақсарту үшін жасалған тапсырма. Бұл жерде де тыңдалым берілген және мәтін берілген, астында тапсырмалары берілген. Тапсырмалармен бірге сөздік тапсырмасы берілген. Бұл жерде сөздікті бірінші балаларға көрсетіп алсаңыз, сол сөздермен таныстырып алғаннан кейін барып мәтінді тыңдатуыңызға болады. Және сонымен қатар бұл жерде мына астында көріп тұрғандарыңыздай тапсырма берілген. Бұл тапсырманы да балаларға орнатуыңызға болады. Оқу дағдысын қалыптастырумен қатар бұл жерде тағы да көптеген қысқа хикаялар және диктант тапсырмалар да берілген. Сонымен қатар мына жерден интермедиат деңгейіндегі балаларға арналған тапсырмалар да берілген. Бұл жердегі тапсырмаларды көретін болсақ, бұл жерде де тыңдалым берілген, мәтіні берілген, сонымен қатар тапсырмасы да берілген. Оларды балаларға тыңдатып, тапсырмасын орындатқызуыңызға болады. Сонымен қатар бұл жердегі тапсырмалардың барлығы өте жеңіл түрде, мәтіндері де өте қызықты түрде берілген. Сонымен қатар бұл жерде pronunciation, яғни сөйлеу дағдысын жақсартуға арналған тапсырмалар да берілген. Мына жерде мысалы ашып көретін болсақ, мына екі сөздің бір-біріне ұқсастығы және оның бір-бірінен айырмашылықтарын осы жерден көруіңізге болады. Жаттығуыңызға да өте қызықты болады. Сонымен қатар бұл жерде атақты сайттарда да берілген, яғни саяхат ағылшыншасы, ағылшын тіліндегі өлеңдер, pronunciation тапсырмалары және мақалдар да берілген. Мына жердегі мақалдарды ашып көрсеңіз болады. Яғни мақал мәтел арқылы да ағылшын тілін үйрету арқылы сіз балалардың ағылшын тіліне деген қызығушылығын оятуыңызға болады. Ағылшын тілін балаларға үйретудің ең тиімді жолдарының бірі ол әрине өлеңдер арқылы үйрету. Мына жерде де өлеңдерді таба аласыз, яғни американдық нағыз керемет өлеңдерді осы жерден табуыңызға болады. Ал енді екінші сайтымызбен танысайық. Бұл біздің екінші сайтымызда. Бұл жерде сіз worksheettар, PowerPoint, яғни презентациялар, видеолар және көптеген мұғалімдерге арналған материалдарды таба аласыз. Бұл жерге тіркелуіңіз қажет болады. Сіз әрине мұғалім ретінде тіркелуіңіз керек. Тіркелу үшін Facebook немесе Google аккаунтыңыз болса болғаны. Мен алдын ала тіркелгендіктен өз Google аккаунтым арқылы кірдім. Сізде Google аккаунт болса, бұл жерге тіркелу өте оңай. Алдымен бұл жерден worksheettарды көрейік. Animals тақырыбына арналған бір worksheetті мына жоғарыға Animals деп жазасыз. Сол бойынша іздеп береді сізге. Мынанша 1732 worksheet бізге шығарып берді. Осының ішінде қалағанын өзіңізге таңдап алуыңызға болады. Біз мынандай бір керемет worksheetті таңдадық. Суреттері де барлығы өте әдемі көрсетілген, сканворд түрінде жасалған.
Бұл worksheetті сіз сақтап алуыңызға болады, немесе өзіңіздің ноутбугыңызға жүктеп алсаңыз болады. Мінекей астына адамдар комментарий жазып қойсаңыз да болады. Алғаннан кейін барып біз мынау print дегенді басып, сразу принтермен шығарып алсаңыз болады. Жүрекшені басып өзіңізге сақтап қойыңыз, немесе мынау download дегенді басып ноутбугыңызға жүктеп алуыңызға болады. Download дегенді басқаннан кейін download only дегенді басамыз, содан кейін барып ол сіздің ноутбугыңызға жүктелетін болады. Мінекей біздің тапсырмамыз Word түрінде ноутбугымызға жүктелді. Біз бұның қалаған жерін өзгертіп алсаңыз болады, суреттерін ауыстыруыңызға болады, жазуларын ауыстыруыңызға болады. Бізде мына жерде 3 бет берілген, біріншісі цветной, екіншісі черный-белый және үшіншісінде жауаптармен берілген екен сізге. Енді қазір сіздермен бірге PowerPoint-тарды көретін боламыз. PowerPoint-тарда да дәл солай керек тақырыбыңызда мынау жерге жазасыз, яғни керек тақырыбыңызды іздеуге оңай болу үшін осы жерде көрсетілген кез келген бір PowerPoint-ты таңдап, ноутбугыңызға жүктеп алсаңыз болады. Өзіңіздің сабағыңызда өте оңай қолдана аласыз. Мінекей біз Present Perfect тақырыбын жазып PowerPoint іздедік. Мына бір PowerPoint өте ұнап тұр, соны көрейік қазір сіздермен бірге. Бұны да дәл сондай өзіңізге сақтап қойсаңыз болады, немесе ноутбугыңызға сразу жүктеп алсаңыз болады. Мінекей біз жүктеп алдық, өте әдемі жасалған екен. Ойын түрінде мынандай барлық түрлері берілген, суреттері де өте әдемі. Сонымен қатар бұл сайтта видеолар да берілген. Осы видеоларды да өз сабағыңызда қолдануыңызға болады. Ағылшын тілі мұғалімдеріне арналған келесі сайтымыз ол SL Printables деп аталады. Яғни бұл жерде сіз өте көп worksheet түрлерін, сабақ жоспарларын, әртүрлі активитилерді табу алуыңызға болады. Worksheetтердің өздері бөлінген грамматикалық, сөздік, тыңдалым, сөйлеу, оқылым, жазу деп барлық worksheetтерді осы сайт арқылы тауып оқушыларыңызға бере аласыз. Бұл сайттағы worksheetтерде өте сапалы жасалған, өте әдемі, суреттері, жазулары барлығы өте орынды қойылған. Бұны да сіз өзіңіздің ноутбугыңызға скачать етіп алып, қалаған жерін өзгертіп, жазуларын өзгертіп, суреттерін өзгертіп қолдануыңызға болады. Ағылшын тілі мұғалімдеріне арналған келесі бір сайтымыз ол Busy Teacher деп аталады. Бұл жерде 17 мыңға жуық worksheet түрлерін табуыңызға болады. Бірінші тұрған worksheetті басатын болсаңыз, көруге болады. А-дан З-ға дейін барлық топиктерді табуға болады. Грамматикалық, сөздік, spelling, тыңдалым, listening барлық дағдыға арналған worksheet түрлерін осы сайттан тауып оқушыларыңызға қолдануға болады. Неке мысалы мына жерде Halloweenге арналған сөздік тапсырмасы берілген екен, өте қызықты. Суреті берілген және сөздік тапсырмалары осындай кестемен берілген екен. Осыны да балдарға ойнатуыңызға болады. Тағы бір тапсырманы көретін болсақ, бұл жерде Jobs тақырыбына арналған reading және тапсырмасы берілген. Және біздің ең соңғы айтатын сайтымыз ол белгеже инглишше деп аталады. Өзіме қатты ұнайтын сайттардың бірі. Бұл Түркиядағы әріптесіміз тарапы жасалған сайт. Бұл жердегі worksheetтердің барлық түрлері, ойын түрлері, интерактивті тапсырмалардың барлығын сол Түркиядағы әріптесіміздің өзі өз қолымен, өз фантазиясымен жасаған. Бұны бастауыш сынып оқушыларына арналған. Бұл жердегі тапсырмалардың барлығы бұл сайтта сіз worksheetтермен қатар мынандай кітаптарды да табуыңызға болады, яғни қысқаша хикаяларды балдарға оқыту дағдысын дамытуыңызға әбден болады. Тапсырмалардың барлығы сынып ретінде, тақырып ретінде қамтылған. Мысалы, мына жерде сандарға арналған тапсырмаларды көретін болсаңыз, өте әдемі, өте суреттері керемет жасалған, яғни оқушылар нағыз қызығатындай етіп жасалған. Бұл сайт туралы арнайы видео жасағанмын, осы менің YouTube каналымда бар. Яғни сайттағы worksheetтерді қалай жүктейміз, қалай ойынды ойнатамыз, солар туралы менің осы YouTube каналымдағы белгеже инглишенің арнайы видеосын көріп, сол жерден үйреніп алсаңыз болады. Осымен видеом аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер сіздерге ұнаса, каналыма видеоға лайк басып, комментарий жазып, каналыма жазылып өтсеңіздер, мені қолдап отырсаңыздар, өте керемет видеоларды, контенттерді сіздерге ұсынатын боламын. Сау болыңыздар.